Нұр Отан праймериз аясындағы үгіт-насихат жұмыстарының екінші аптасы өтіп жатыр. Өңірге іс-сапармен келген партия хатшысы Әлібек Әлдени бүгін Хромтау ауданына барды. Мұнда Ақжар селолық округінде орналасқан дауыс беру учаскесінің санитарлық талапқа сәйкестігін тексеріп, бастауыш партия ұйымының мүшелерімен кездесті. Тілшіміз Дархан Мектепай жалғастырады. Кездесуде партия хатшысы елбасының тапсырмасы бойынша Нұр Отан партиясы алдағы 5 жылға сайлауалды бағдарламасын жариялағанын айтты. 200-ден астам жоба еліміздің әрбір өңір, қала және ауданын қамтиды. Партия хатшысы жиналғандарды prаймериз.kz сайты арқылы өздерінің көкейдегі ұсыныс пікірлерін білдіруге мүмкіндік барын жеткізді. Әр аудан бойынша партия сайлауалды бағдарламаны әзірледі. Ол жоба. Ол қазір prаймериз.kz деген сайтта бар. Осы күні кеше ғана орталықтан тапсырма қазір берілді. Партия төрағасы филиалының. Ол міндетті түрде сол қазір сайлау бағдарламасын партияластарға жеткізу керек. Ол жоба. Оған ұсыныс беруге сіздердің мүмкіндіктеріңіз бар. Ол жоба болғасын, енді біз орталықта отырып, мысалы облыс жасады, аудан өзі жасады, өз ойларын қосты. Осындай проблемаларымыз бар. Шешу жолдары мынандай болады. Бірақ шын мәнінде осы проблемалар сіздер үшін, тұрғылықты халық үшін өзекті ме, өзекті емес пе, соны білу үшін біз жариялап, сіздермен қазір ақылдасуға келіп отырмыз. Партия хатшысы праймеризге қатысушы кандидаттармен және аудандық ұйымдастыру комитеті есеп комиссиясы мүшелерімен кездесті. Дебат өткізу және дауыс беру орнымен танысты. Партия ішілік сайлауға Хромтау ауданынан 31 кандидат қатысуға ниет білдірген. Олар тау-кен өндіру өнеркәсібі, білім беру, медицина, кәсіпкерлік және басқа да саланың өкілдері. Біздің ауданда 31 кандидат. Сол 31 кандидат бәрі қазір агитациямен жүр. Ауылдарда халықпен кездеседі, Хромтауда, қаланың өзінде. Бүгінгі таңға олар 85 кездесу өткізді. Айта кету керек, бүгінгі таңда Нұр Отан праймеризіне Ақтөбе облысы бойынша 486 кандидат қатысып жатыр. 7 қыркүйектен бастап кандидаттар үгіт-насихат жұмыстарын жүргізуде. Оның ішінде 16 жерде 87 пікірсайыс өткізу жоспарланған болса, бүгінге дейін оның 28-і өтті. Сондай-ақ осыған дейін 2416 кездесу ұйымдастырылған. Оның 234-і онлайн түрінде өтті. Дархан Мектепай, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.